Армысыздар достар, топтар теориясына кіріспей атты сабақтар топтамасының кезекті сабағы. Бұл сабақта топтардың мысалы болып табылатын қозғалыстарды қарастырамыз. Жалпы қозғалыстарды кесіндіде, шеңберде, жазықтықта, кеңістікте қарастыруға болады. Біз тек жазықтықтағы қозғалыстарды қарастыратын боламыз. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Мысалы, мынадай фигураны параллель көшірейік. Фигураның өлшемдері өзгермеді, яғни нүктелердің өзара ара қашықтықтары сақталды. Сондықтан параллель көшіру қозғалыс болып табылады. Бұл қозғалысты былай белгілейді. Тінің индексіндегі А векторы нүктелердің орын ауыстыруына сәйкес вектор болып табылады. Осы Т қозғалысы мысалы А нүктесін А' нүктесіне көшірді дегенді былай белгілейді. Қозғалыстың тағы бір мысалы ол бұру. Көк нүктемен көрсетілген бұру центріне қатысты берілген фигураны қандай да бір бұрышқа бұрайық. Берілген фигурадағы нүктелердің ара қашықтығы бұрғаннан кейін өзгеріссіз қалғандығын көріп отырмыз. Қозғалыстың осы түрін былай белгілейді. Мұндағы О бұру центрі ол көк нүктемен көрсетіліп тұр, альфа бұру бұрышын көрсетеді. Қозғалыстың тағы бір түрі осьтік симметрия. L симметрия осі берілсін. Берілген фигураны симметрия осіне қатысты шағылыстырып салсақ, келесідей фигура аламыз. Бұнымен тоқтамай, симметриялы түрлендіруден шыққан фигураны симметрия осіне бойлай сырғытуға болады. Қозғалыстың бұл түрін сырғымалы симметрия деп атайды. Бұлай белгілейді. Бұл жерде А векторы сырғымалы фигураның ығысуын көрсетеді. Егер бұл вектор нөлге тең болса, жай ғана түзуге қатысты симметрия аламыз. Басқаша айтқанда, осьтік симметрия сырғымалы симметрияның дербес түрі. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Мысал қарастырайық. Үшбұрыш берілсін. Осы үшбұрышты Д бұру центріне қатысты қандай да бір бұрышқа бұрайық. Одан соң шыққан фигураға сырғымалы симметрияны қолданайық. Осы жасалған түрлендірулерді былай жазамыз. Әуелі бұрдық, одан соң сырғымалы симметрияны қолдандық. Осылайша қозғалыстардың композициясы анықталады. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Мысалы, алдыңғы мысалда болған екі түрлендіруді қарастырайық. Бастапқы берілген үшбұрышты А төбесінен бастап сағат тілшесінің бағытына кері жүре отырып белгілей аламыз. Бұрғаннан кейін пайда болған жасыл үшбұрышты дәл солай белгілей аламыз. Ал сырғымалы симметрия қолданылғаннан кейін пайда болған қызыл үшбұрышты А төбесінен бастап алдыңғы екі жағдайға ұқсас сағат тілшесінің бағытына қарсы бағытта жүре отырып белгілейтін болсақ, АЦБ деген өзгеше атау аламыз. Яғни қара және жасыл үшбұрыштардың бағыттары бірдей, ал қызылдікі өзгеше. Тағы бір анықтама оқып түсініп алыңыздар. Осы көрсетілген мысалда қара, жасыл және қызыл үшбұрыштардағы АЦ векторын АБ векторымен беттестіру үшін сағат тілшесінің бағытына қатысты қалай ең жақын бұратындығымыз туралы ойланып көріңіздер. Анықтама оқып түсініп алыңыздар. Параллель көшірумен бұру бірінші текті қозғалыс. Ал симметрия мен сырғымалы симметрия екінші текті қозғалыс. Кейде бірінші текті қозғалысты меншікті, ал екінші текті қозғалысты меншікті емес қозғалыс деп те атайды. Алдын ала айта кетер болсақ, тектес қозғалыстардың композициясы бірінші текті қозғалыс, ал әр тектес қозғалыстардың композициясы екінші текті қозғалыс болады. Біз оны сәл кейінірек дәлелдейтін боламыз. Нөлдік векторға параллель көшіретін болсақ, жазықтық қозғалыссыз қалады. Сондай-ақ 360 градусқа еселі бұрыштарға бұратын болсақ, жазықтық қозғалыссыз қалады. Және де
бір оське қатысты екі рет симметрияны қолданатын болсақ, жазықтық тағы да өзгеріссіз қалады. Бұндай қозғалысты тепе-тең қозғалыс деп атайды, ID деп белгілейді. Жалпы жазықтықта осы қарастырылған қозғалыстардан басқа қозғалыстар жоқ. Ол туралы Шаль теоремасында келтірілген. Шаль теоремасын дәлелдеместен бұрын бізге кейбір леммалар қажет болады. Келесі сабақта сол леммаларды қарастыратын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.